не өткен болатынбыз балалар? Атаған мен Сүйінбайдың айтысын. Атаған мен Сүйінбай айтысын басталып жатыр. Иә? Жұмысына тапсырма не берді? 3 топта отырмыз ғой, 3 топтан бір баладан 2 бала болмақ иә? Бастаймыз, қазір оқимыз. Сенімсіздік реңі бар. Көлдік шешен сабырлы және язы. Жақсы, қазір рахмет. Сен болжан оқиыңдар. Қатаған қамылес, қайсыда жігіт, қырғыздарына және мақташа. Екі төре, шешен, мұндай айтылды. Жақсы. Біздер алмас оқимыз. Жақсы. Қатаған мақтаншақ, менсізбеушілік мінезі. Кезек төре жасқаншақ әрі жалтақ, бойына сенімсіздік егі. Бөлтірік шешем сабырлы язы. Сабырлы биязы, жақсы. Бағалау бізде домбырамен болады, яғни тақырыбымыз айтыс болғаннан кейін домбыраның эмблемасы. Оқимыз ба бағда? Иә. Қатаған мақтаншақ, менсізбеушілік бар және мінезі көп көреді. Кезек төре жасқаншақ әрі жалтақ, бойында сенімсіздік реңі бар. Бөлтік шешен, сабырлы және биязы болған. Жақсы, рахмет. Ал жалпы бізде бүгінгі жаңа тақырыпта Сүйінбай мен Қатаған айтысындағы Сүйінбайдың Қатағанға айтқаны, яғни Сүйінбайдың айтқан сөздері Қатағанға. Сүйінбай туралы ақпараттар біз алдыңғы сабақта өттік, шығармалары, Сүйінбайдың айтысқан ақындары, Сүйінбай мен тезек төре, Сүйінбай мен Қатаған біз өтіп жатқан Сүйінбай мен Қатаған айтысы, Сүйінбай мен Уазипа, Сүйінбай мен Бақтыбай, тағы да кімдер бар екен? Сүйінбай мен Сүйінбай мен Қарғаның айтысы дейді. Қараңдаршы, не үшін қарға тұсы айтылған бұл жерде? Сүйінбай қашан айтысқан қарғамен? Қай жасында? Бала жасында ма әлде жоғары? Бала жасында. Жақсы. Ал енді қараңдар, бізде тапсырма. Сүйінбайдың бейнесі қалай сипатталған? Жаңағы бізде айтқан айтыста. Қатағанның бейнесі қалай сипатталған? Айтыстан, эпизодтардан дәлелдеме келтіреміз, жауап береміз. Топ бойынша, топпен. Сүйінбайдың болмысы ең бірінші Қатағанның айтысында Сейнепадан кейін сәлем берейін. Сәлем ішіңізді қабылдың. Айтысында бейнелер көрінеді ғой, иә? Жұмыстары талғанда. Қатаған мен Сүйінбайдың айтысында Сүйінбай қырғыз еліне айтысуға барады Қатағанмен. Сол кезде ең бірінші Қатағанмен айтысуға барғанда ол жерде аш жиынға барады. Бір кезде қырғыздарға сәлем береді. Ассалаумағалейкум, сәлем берді, мүбәрәк жүздердің жаңы көрді. Осы жерден байқауға болады, байқауымызға Сүйінбайдың жақсы тәрбиелері екен. Ал Қатағанды айтатын болса, Сүйінбайдың сәлемін қабыл алмай, сол жерде домбырасын ала сала айтысып кеткен болады. Оны ал Сүйінбай
сүйінбай тоқта деген сезімді ақынмын деп ойлайсың, мен тұрғанда өзіңді деген өлең жұмбақтарынан байқасың. Жақсы, тағы да жауап береміз ба? Қатағанның бейнесі. Және де қатағанда бұл жерде қабілет, қайыстай, қара жігіт, қарғып отыр деген сияқты қатағанды сипаттаған. Жақсы. Тағы да келесі топтардан. Димаш. Сүйінбайдың бейнесі бұл жақта жас бала бейнесі бұл жерде осы айтыста ол өзін айтып тұр. Топ бастаған бұлбұлмын, сөз бастаған желікпін, судан шыққан сүйрікпін деп. Бұл жерде айтқысы келіп тұрған ол бұл жылдарда жас болған өз айтып тұр да көп күшім бар деген секілді өзім топ бастай алам. Және өзін суырып салмам деп айтты. Сөзге шебермін. Сөзге шебер екен. Тағы да қатағанның бейнесіне Сол. жауап береміз. Айри. Қатағанның бейнесі осы бірінші сыныпта тоже. Қамсыздай тоқтат тесілерінде ақынмын деп ойлайсың, мен тұрғанда өзімді қисаға ғарыш кездесті дегенде ол өзінше сезінді. Өзіне сүйінбайдан күштімін дегенде. Жақсы. Жауап береміз. Айри. Мен тұрған, мына жақта айтты ғой, қатағанның айтқанша, мен тұрғанда өзімді сол жерде сүйінбайға ол өзін жақсы деп, өзін биікке көтеріп, өзін мақтап, сүйінбайды артқа тартып жатқанын, және қатағанның мақтаншақ екенін білуімізге болады. Иә, сүйінбай тәуір ақын деп, оның есіп аударған деп, бұл жерде сүйінбайды кемсіз тұрған, иә, соның мақтаншақ Елемештер кемсітіп тұрған. Иә. Ал қатағанның бейнесі. Апай. Мен қатағанды Сүйінбай бейнесі. Қатағанның басы. Сүйінбай бұл адам емес деп өзінше емес. Нәшік жасы оған бұл сәлемдерді көбірек жүздеріне жаңа болды. Атақты ашы тоқтауға қаулас елге сәлемдер саған келіп. И осы жерде өзінің Сүйінбай емес. Қазақша сөйлейміз. Осы жерде өзінің адамгершілігі, адамгершілігі. мінезді және өзінің қандай екенін көрсетті. Сәлем сөзінің атасы дейді ғой, амандасқаннан ақ Сүйінбайдың біз тәрбиеленгенін бірден ажыратамыз, иә? Ерболан жауап беріп, Еркежан айтады. Қатағанға тағы қоса кететінім бар. Мен өзім осы сүйінбай мен қатағанның айтысын қызығып желден қараған болатынмын. Сол жерде қатаған айтады да сүйінбайға Кенесары төреңнің басын кесіп алғанмын деп. Бұл жерде өзінің өр көкіректігін көрсетеді да, мақтанышын өр көкіректігін көрсетеді, жағымпазданғанын көрсетеді. Біз соны қатағанда айта аламыз, толықтай өр көкірек, жағымпазшыл деп. Жақсы, рахмет. Ал бізде келесі тапсырма еркін жазу, яғни өлең жолдарын құрастырамыз, иә? Бұл да топ бойынша тапсырма болады тұрады. өзіміздің Иә. Міне сіздерге берілді, иә? Бағамың, жарадың, достармақ және де бар әдеттерге достармақ және де мәселе. Неге боямыз? Апай, сүйінбайды қатағанға айтқан деп құрастырып
Бастаймыз, иә, Ердәулет. Сізге жүрегі бағамыз, менімен айтып жарады. Білгім келеді өзіңнің сенде қанша барады. Менімен ән құрып, неге отырсың жаңғырып? Жаңғырғаның жарамас, менімен сен айтыспайсың мәңгілік. Жақсы, керемет. Келесі. Тезірек жылдамдатамыз. Жылдамдатамыз. Оқимыз ба? Керемет. Қарсыласы болып жарады, менде болса бар әнім, сенде болар бар әнім. Сендер менен ән құрып, шешендер мен жаңғырып, жаңғыруға жетпеді, ал мен болса айтсен мәңгілік. Руслан. Оқимыз. Тыңдаймыз. Оқи береді. Қатаған сені бағаның мақтанудан жарадың. Су сапырып мақтанып, жалған шығар бар әнің. Ойын сауық сен құрып, өтірігің жаңғырып, өтіріктен өмірің болмас сенің мәңгілік. Жақсы, керемет. Өте жақсы. Рахмет. Онда келесі тапсырмамыз келесіңізді сен көрсәті мадақтау. Яғни қазір топтан екі немесе бір оқушыдан келесі топқа, яғни өзіміз топтар арасында келіп айтасыз. Жалпы топтан не ұнап жатыр сіздерге және де нені жақсарту керек? Қандай бір қасиеттер, жылдамдығы ма, әлде бір топшыл, ұйымшылдығын жақсарту керек па және де болашақта, яғни қазір алдағы тапсырмаларға қандай бір сәттілік ескерсін айтамыз? Бірақ жауап берсеңіз болады, иә? Топқа ауызша ғой, бірден жауап бере берейік, ол қиын емес қой. Арнұр айтамыз. Иә, не болады? Арнұр бір қайдамыз, осына қадатсын. Не ұнап жатыр, иә, екі топтан саған. Қай екеуінен
жылдамдықты жақсартады. Жылдамдық бағытын жетпей жатқан сақинады, бірақ келесі жолы бұдан да жақсырақ өлең құрастыра білу керек. маған екі топтан құрастырған өлеңдер ұнады. Айтуға оңай ғой. Біз ол топтарда асықпай баяу деп айтамыз, себебі олар бізден қарағанда жақсы өлең жазды, тез орындады, жылдам орындады. Сондықтан да менің ойымша бұл топқа тек ұйымшылдық қана керек, қалған минусы жоқ, барлығы жақсы. Особенно сигнал айтыс сөз бантасы тобынады. Бұлардың әңгімелері өте жақсы болды. Осы және де осы біздің бүгінгі сабақ темамызға тақырыбымызға өте жақсы ұйымдасты. Рахмет, Бағдат. Димаш? Маған осы айтыс сөз өнерінің үздік үлгісі деген қатардағы ердәулеттің мәнері маған өте қатты. Бірақ кейбір қыздар қатты мәндің ұйымшылдығы аз болды. Ұйымшылдық, иә, ұйымшылдық жетіспейді. Айша, ойыңызды айтамыз. Маған сөз айтысы деген топтан маған олардың өлеңдері ұнады, өте қатты ұнады. Және де жылдамдық болса керек көбінесе. Ал айтыс сөздері өнерлері дегендері деген топтарға оларға да жылдамдық және де сөз мәнері ұнады. Жақсы, рахмет. Ердәулет. Сәттілікте жеш бір жақсы объект. Маған ұнағаны айтыс сөз бартасы тобының маған жаңағы айтысы ұнады. Өйткені ол жақта өте жақсы және де өте саналы сөздер айтылған. Және де Ерұланның мәнері ұнады. Сосын маған Ерұлан оқыды ғой, 3-ші жолында бір рет қателесіп қалды. Соны дұрыстау керек деп ойлаймын, жақсарту керек. Иә. Сүйінбай айтыс өнері алдың діңгегі. Ол жақта да өте жақсы айтылған, бірақ Бағдаттың соңғы жағындағы оқығаны қиқаспай қалды, иә. Және де екі топқа да келесі тапсырмаға сәттілік тілеймін. Жылдамдықты болсыңдар, ұйымшылдықты болсыңдар. Жақсы, рахмет. Жылдамдық кішкене бізге жетіспей жатыр. Тағы да айтатындарыңыз бар ма? Жақсы. Ал енді бізде келесі тапсырма сәйкестенді. Яғни дұрыс true false деген әдіс бар ғой. Қазір мен өзім таңдаймын, кім жауап береді. Иә ма? Қатағанның екпінінен ең бірінші кім жазғанда азамат? Тезек төре ме, Сүйінбай ма? Сүйінбай ма? Апай, айтсам болады ма? Апай, ең бірінші тезек төре. Екінші Қарабайтек Сүйінбай кіммен Сүйінбаймен айтысты ма Қарабайтек? Жаңа айтыс түрлерін айтып кеттім. Апай. Ардақ? Дұрыс. Жақсы, рахмет дұрыс. Қисық ағаш. Кездесті. Ердәулет оқыш. Қисық ағаш кездесті. Басымен өлең жауды. Бір құрайын тезімді. Барың болса қаршы. Кімнің сөзі? Қатағанның келесі Сүйінбайдың. Сүйінбай қатағанның. Жоқ, апай, қатаған. Жоқ, білеміз. Қатағанның, иә? Келесі Алмас оқимыз. Ей, дейді да, осы орынды көтер басыңды. Қандыр қашыма. Сүйінжан, шығар даусыңды. Көп нүктенің орнына тиісті кім? Өрем ба Сүйінбай? Сүйінбай, көтер басыңды. Сөрем. Қандай жауап қалай? Сөрем. Бесінші? Естай тұрамыз. Айтыс тартыс пен сақтылыққа саңғылыққа құрылған жазба әдебиеті. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі.
қатаған сүйінбай, сен не жеңілсем қатаған болмай. Қыз мойынды. Атсам болмаған. Қараңдар, кітаптан табамыз. Қыз мойынды қойған жон. Тұлпардай туған жатаған сүйінбай сен жеңілсем қатаған болмай қатайын. Тұрып айтамыз. Қыз мойынды қоян жон. Тұлпардан туған жатаған сүйінбай сен жеңілсем қатаған болмай қатайын. Қатаған болмай қатайын. Еркежандар, бірақ жылдамдық кішкене болды, иә? Оқимыз еркежан. Құс мойынды қоян жүр, тұлпардан туған жатаған. Сүйінбай сенен жеңілсем, қатаған болмай қатайын. Енді бізде келесі бізде оқиғалар тізбегі деген. Яғни жаңағы біз оқыған айтыстың реті жоспары, соны ретімен орналастырамыз. Ретімен орналастырамыз, ретімен. Асқа егіз басталады ғой, қандай? Я біріншісі бір болып қалады. Тезек көргеннен болды апай. Жауап беріп бастай береміз. Ардақсың. Біріншісі Орманханның ас беруі. Қырғыздың шон манағы бәйтіктің сүйінбайды тануы. Екіншісі. Үшіншісі қағылез қайыстай қара жігіттің тиісуі. Тезек төренің дегбірсізденуі. Төртіншісі. Бесіншісі сүйінбайдың қатағанға айтқаны. Алтыншысы қара бәйтіктің шешімі. Бірінші Орманханның ас беруі. Екіншісі қырғыздың шон манағы бәйтіктің сүйінбайды тануы. Үшіншісі қағылез қайыстай қара жігіттің тиісуі. Тезек төренің дегбірсізденуі. Сүйінбайдың қатағанға айтқаны. Қара бәйтіктің шешімі. Енді жауап береміз. Орманханның ас беруі. Қырғыздың шон манағы бәйтіктің сүйінбайдың тануы. Үш қағылез қайыстай қара жігіттің тиісуі. Төрт тезек төренің дегбірсізденуі. Бес сүйінбайдың қатағанға айтқаны. Алты қара бәйтіктің шешімі. Шешімі аяқталады, иә? Жалпы менде қазір тест тапсырма, тест сұрақтары бар, бірақ бір-бірден ғана мен өзім беремін адамдарға. Яғни сіздерге жауап береміз. Бірақ топпен көмектесесіңдер, жауапты берген адамға жасыман. Естайға. Алмаз. Фариза. Апай маған Я не могу, я не могу. Дима
болмашқа. Bunlar Olsun olmaz tarafa. Бастаймыз. Саят бастайды. Шығамыз, иә? Жауап бересің ғой. Сүйінбаймен айтысқан кім? Қатарған. Жауап дұрыс. Азамат. Еркежан. Сүйінбайдың шәкірті жоқ. Жамбыл. Жабай. Бір жауап қате болды. Апай біз бол қазір. Сүйінбайға таңқатар белгілеп. Ақын айтыскер. Ақын айтыскер, жақсы, дұрыс жауап. Келесі. Сұрағы Сүйінбай Қадағаның айтысында қандай тақырыпты арқау етіп алған тақ. Ол жерде елдің тарихын жер алмады. Жақсы. Бұға тоқталады ғой, иә? Келесі. Жаңағы айтыс сөздеріндегі алтын үлгей деп аса жолдарда бағындаған жазушыны көрсет. Мұхтар Әуезов Мұхтар Әуезов. деп ойлаймын. Сүйінбай айтыс өнерінің алтын діңгегі, яғни тура сендердің топтарыңа тақырыбына келіп тұр, иә? Кім жазған екен? Мұхтар сөзді Мұхтар Әуезов. Дұрыс жауап. Жақсы, келесі. Сүйінбайдың өмір сүрген жылдарын көрсет. 1815-1890. Найзамен шаншып ет жеген Сүйінбай пірі мен боламын деген өлең жолдары қай айтыста айтылған белгілі? Қарғамен айтысында. Қарғамен айтысында. Жауап дұрыс. Келесі. Сүйінбай кіммен қандай қызбен? Қарғамен. Дұрыс жауап. Үйге тапсырма айтыс өнеріндегі құндылықтар тақырыбында әдеби эссе жазып келеміз. Сөз көлемі 120-140 болу керек. Апай, қазір осы сағатта өзіңіз бір-екі ауыз сөз айтсақ болмай ма? Яғни қазір менде рефлексия сөйлеп телефон әдісі арқылы мен сендерге беремін. Яғни бүгінгі сабақта рефлексия. Сабақ ұнады ма, жалпы сабақта не ұнады, не ұнамады. Екеу, төртеу. Біреу маған берсін. Жетеді ма? Жетті ма? Айфон, современный айфон. Сәттіге жетпеді. Жаза берген. iPhone 6. Жетті ма барлығыңызға? Саят. iPhone 6 alırız. Сабаққа қатысты және ұнауға қатысты бүгінгі сабақ қалай болды? Бүгінгі сабақта не үйрене алдыңдар? Қиындық туғызған жерлер болса жазыңдар. Мен келесі сабақта оны қайталамауға тырысамын. Тапсырмалар қалай болды? Қиын болды ма? Оңай болды ма?
алаңдауы ұзынағы шақта жерленген. Сүйінбайдың аты жөндерін де жазып қойыңдар астына. Өз еріктерің қалай жасады? Дұрыс қой, маған хабарламай қойды. Қазір оқимыз. Айтамыз жалпы. Бастайын, иә? Бастайын дейді ғой, естай баста. Естай бастайын, даусын шығар. Айтамыз, жазыңдар, иә, аттарын жазып қойыңдар. Сабақ ұнады ма? Оқысам бола ма? Жақсы, рахмет. Менің бүгінгі сабаққа деген көңіл күйім керемет. Бүгінгі сабақтың басқа сабақтардан бір ерекшелігі көптеген қызықты ойындар ұйымдастырылды. Және де білмеген затымызды білдім. Ердәулет, иә, қазір барлығымыз айтамыз, үлгересіңдер. Бүгін сабақ өте қызық болды. Маған қатты ұнамаған жерлер болды. Апайнаға ұлдарға рахмет. Саған рахмет. Ада, Маған бүгінгі сабақ қызықты болды, әрі оңай болды. Сүйінбай мен Қатағанның айтысы жайлы білдім. Мөлдір апайға тағы да, Бағдат. Тегізге, үлгереміз барлығымыз. Бүгін сабаққа қатысты және де сабақта маған қатты ұнады. Онымен барлық бала қатысқаны. Дұрыс байқапсың сен. Алмас. Осы сабақ маған қатты ұнады. Бәрі сабақтың осы сабақ ерекше болды. Және осы сабаққа Мөлдір апайға рахмет, көп рахмет. Сіздерге рахмет. Ізгүл. сабақ түсті. Және де бұл сабақ ерекше болды. Және Мөлдір апайға рахмет айтамын. Рахмет жандар, сіздерге рахмет. Кезекпен оқимыз. Маған сабақ өте ұнады, тапсырмалар өте оңай және қызықты болды. Маған айтыс ұнады, рахмет сізге өте керемет болды. Хайзере, рахмет. Келесі, Димаш. Сабақ өте күшті өтті. Бүкіл топ белсенді болды. Әрқайсысы белсенді болды топтағы. Бірақ бізде сәл шешендік жетіспеді. Нәжда. Еркежан. Еркежан. Барлығымыз айтып үлгереміз. Сабақ өте күшті өтті. Тапсырмалар аса қиын болғанымен Мөлдір апайға рахмет. Тағы да. Айша. Бүгінгі сабақ өте болды. Барлық тапсырмалар оңай еді. Мен осы сабақтан көп ақпараттар мен мәліметтерді білдім.
Айрин оқимыз. сабақ өте күшті өтті және мен үшін осы ашық сабақ өте оңай өтті және осындай ашық сабақтар үнемі оқиды болған сияқты күшті болады Сіздің күнделікті сабақ сияқты өтіп жатыр, иә? Рахмет. Айша оқимыз ба? Маған сабаққа қатты ұнады және де мен сүйінбай мен қатағанын айтсын өзімнің түсінігімді одан айырып алдым және де шашымалар оңай жақсы оңай жақсы болды. Мен маған сабақ қатты ұнады және де өре апаларға Фариза оқимыз, иә? сабақ қызықты әрі мағыналы болды. Топтық жұмыс та керемет болды. Бұл сабақта Сүйінбай Арон туралы біле өттім. Жақсы. Тағы да оқиын деушілер бар ма? Саят. Рахмет. Отырамыз. Жалпы үйге тапсырма қайтадан бір қайталап өтейін, қараңыздар. Айтыс өнеріндегі ұлттық құндылықтар тақырыбында әдеби эссе жазып келеміз. Сөз көлемі 120-140 сөз. Жалпы бүгінгі сабақта балалар өте белсенді болды. Рахмет. Ердәулеттің тобында белсенді. Бізде сабақта үндемейтін Саят бүгін қандай белсенді, иә балалар? Жарайсың Саят. Кәусар да өз жауаптарын айтып жатыр. Ал Ерғұлан тобында сабаққа қатысатын барлық оқушылар жиналыппыз, иә? Өте белсенді топ болып отырмыз. Өлеңді қалай керемет құрастырдық, иә? Ерғұлан топ жарайсыңдар. Жалпы Димаштың тобындағы қыздардың барлығы әдемі барлық қыздарын жиналып қапты, иә? Қыздардың барлығы бүгін белсенді болды. Рахмет сендерге. Бағалауларыңды күнделікті зерттеп